Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттері таба аласыздар. Егер де сізде артық салмақ болса, онда каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, онда менің салатын видеоларым сіздерге үнемі көрініп отырады. Бүгін сіздерге өте қызықты тақырыпты айтқым келіп отыр. Үнемі тоңазытқышты ақтарып, жейтін бір зат іздеп жүретін болсаңыз, яғни арықтау барысында срыв жасап қоятын болсаңыз, яғни срыв деген артық тамақтану деген сөз. Яғни үнемі артық тамақ жеп қоя беретін болсаңыз, немесе бір тәттіге құмар болсаңыз, онда осы видео сізге арналады. Соңына дейін қараңыздар. Жалпы срыв, яғни артық тамақтанып қою, ол неден болады? Дәл осы тақырыпты талқылайық. Ең бастысы, сіз өзіңіз жақсы көретін тағамды, яғни өнімді мүлдем бірден қатты шектеп тастайсыз. Мысалы, сіз печенье жегіңіз келді, немесе торт жегіңіз келді, немесе сіз шоколад жегіңіз келді, яғни сіз бір күндік рационға жаңағыдай шоколад, тәттілерді қоспайсыз. Былайша айтқанда жестко диетаға отырасыз. Соның әсерінен сізде срыв пайда болады. Екінші себеп, сіз өзіңізді үнемі бір затпен алдайсыз. Мәселен, сіз жаттығу жасадыңыз, жаттығу жасағаннан кейін жаңағыдай күйдірген калорияны тамақтану арқылы толықтырасыз. Мәселен, жаттығудан кейін сіз торт жедіңіз, немесе шоколад жедіңіз. Дәл осылай сіз срывты жасап бастайсыз. Үшінші себеп, сіз үнемі стресс кезеңінде боласыз. Яғни сізді ашулы стресс кезінде ешкім еш нәрсе тоқтата алмайды. Ол кезде тек қана тамақтану арқылы сіз өзіңіздің ашуыңызды баса аласыз. Төртінші кезекте сіз дұрыс тамақтанбайсыз, яғни сіздің рационда жаңағыдай ақуыз бен майдың мөлшері аз, яғни көмірсулары көп, яғни сізде тойымдылық сезімі жоқ. Содан кейін сіз үнемі срыв, яғни артық тамақтанып қойып жатасыз. Жалпы ақуыз бен майлар біздің ағзамызға өте қажетті өнімдер. Ақуыз бен майлар бізге ұзақ уақытқа тойымдылықты береді. Егер де біздің асқазанымыз тойып тұрған кезде срывты көп жағдайда жасай бермейміз. Бесінші кезекте сіз үнемі стресс, депрессияда боласыз, яғни оңай түсіп кетесіз депрессияға, оңай кіріп кетесіз. Яғни сіздің жаңағыдай депрессия, стресстен шығуыңыз қиын болады. Сол себепті сізде үнемі срыв пайда болады. Жалпы срывтың қалай пайда болатынын және ондай кезде не істеу керектігін білесіз бе? Егер білмесеңіз, онда мен сізге 10 кеңесті айтайын, яғни срыв жасамауға болатын 10 кеңеспен сізбен бөлісемін. Срыв жасаған кезде ең бірінші кеңес ол өзіңізді кінәламау. Сіздің сөздік қорыңызда мен срыв жасадым, артық тамақтандым деген сөз мүлдем болмау керек. Мысалы, бізде болады ғой, срыв жасаған кезде жаңағыдай өзімізді кінәлі сезінеміз, одан кейін бізде чувство вины пайда болады да, бізде жаңағыдай өзімізді жазалап жатамыз, яғни жеу керек болған асты жемей қоямыз. Мәселен, біз жаңағыдай түскі асты срыв жасадық, яғни біз кешкі асты жемей қоямыз. Міне осы жағдайдан кейін бізде ағза стресске түседі де, тағы да срыв жасауға алып келеді. Бұндай жағдайда сіз өзіңізге былай айту керексіз. Мен мұның барлығын осознанно жедім, яғни жеу керек болды. Мен дәл осыны жеу арқылы өзіме рахат алдым, яғни удовольствие дейді ғой. Рахат алдым, енді ары қарай жалғастыра берем деп өзіңізге дәл осылай айтыңыз. Екінші кеңес, срыв жасаған кезде жалпы ертеңді күтудің қажеті жоқ. Көп адамдар болады ғой, срывты жасап алады да, все, мен ертеңнен бастап артық тамақтанбаймын. Ертеңнен бастап мен оны жемеймін деп жаңағыдай ертеңді күтеді. Бұл мүлдем дұрыс емес. Сіз срыв жасадыңыз, жарайды, бірақ жалғастыра беріңіз. Үнемі ертеңді күтудің қажеті жоқ. Біз ертеңді күтетін болсақ, біз тағы да бәрі нөлден бастаймыз, тағы да жаңағыдай срыв бізде қайталанады. Яғни біз өз мақсатымызға аяғына дейін бара алмай қаламыз. Сол үшін ертеңді күтпеңіз. Есіңізде сақтаңыз, бір рет жасалған срыв ол бізге бір рет тамақтану болып саналады.
Сол үшін өзіңізге жай ғана мен тамақтандым деп өзіңізді кінәлап ертеңді күтпеңіз. Үшінші кеңес, тамақ жайлы мүлдем ойламаңыз. Жалпы тамақ жайлы ойлауға бізге алып келетін жағдай, ол бізде яғни қолымыз бос кез, яғни зеріккен, іш пысқан кезде біз тамақ жайлы ойлай бастаймыз. Так, мен не жесем болады, уақытымды қалай өткізсем болады деп біз үнемі тамақтануға асығып тұрамыз. Мұндай жағдайда сіз өзіңізге ұнаған жаңағыдай курстармен немесе бір өзіңізге ұнаған тәсілдермен хоббиді жаңағыдай қалыптастырып, өзіңіздің бос уақытыңыз болмайтындай уақыт өткізуге тырысыңыз. Жалпы бос уақыт артық тамақтануға алып келеді. Сол себепті уақытыңызды бос болмайтындай етіп өткізуге тырысыңыз. Және егер сіз үйде отырған ана болсаңыз, онда бала тәрбиесіне қатысты ақпараттармен айналысыңыз, немесе өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Ең бастысы, бұл іс сізге рахат алып келу керек, яғни сіз бұл істен демалуыңыз керек. Төртінші кеңес, жаңа әдеттерді қалыптастырыңыз. Яғни сіз үнемі тәттілерді, пицца, суши, сондай тәттілерді жейтін болсаңыз, онда оларды жемей, яғни сіз соларды жеу арқылы өзіңізге дофамин гормонын, яғни қуаныш гормонын толтыратын болсаңыз, онда сіз жаңағыдай дофамин гормонын басқаша толтыратын әдісті қарастырып көріңіз. Мәселен, сіз билегенді жақсы көрсеңіз, яғни билегенде көңіл күйіңіз көтерілетін болса, онда билеңіз, немесе балаңызды еркелеткенде көңіл күйіңіз көтерілетін болса, онда балаңызбен уақыт өткізуге тырысыңыз. Жалпы қандай да бір жақсы әдеттер бар, міне сол жақсы әдеттен сіз өзіңізді керемет күшті сезінетін болсаңыз, онда ол сізге дофамин гормонын толтыруға көмектеседі деп жатқан сөз. Сол үшін дәл осы жақсы әдеттерді қалыптастырыңыз. Бесінші кезекте ұйқы режимін, яғни ұйқыны дұрыстаңыз. Жалпы норма бойынша адам күніне бір тәулікте 7,5 сағат пен 9 сағат аралығында ұйықтау керек. Ал егер сіз 2 күн жаңада ұйқыңыз дұрыс болмаған болса, онда ағза бізде тамақ сұрайды, яғни ағза да өзіне жаңағыдай тынышталу сезімі келу үшін бізден тыныштықты тамақ арқылы сұрайды. Яғни тамақ арқылы ағза да өзін басады. Сол себепті ұйқының рөлі де маңызды. Ең бастысы ұйқы режимін дұрыс қалыптастырыңыз. Алтыншы кезекте аш қарында ешқашан жаттығу жасамаңыз. Жалпы аш қарында жасалған жаттығу біздің артық тамақтанып қоюымызға алып келеді. Яғни біз жаттығу жасаймыз, біздің қарнымыз қатты, аш сияқты сондай сезім пайда болады. Дәл осы сезімді басу үшін біз артық тамақтанып қоямыз. Сол себепті аш қарында жаттығу жасамаңыз. Жетінші кезекте дұрыс таңғы ас ішуді әдетке айналдырыңыз. Егер де сіз дұрыс таңғы ас ішпесеңіз, онда сіз міндетті түрде кешкі аста, яғни тәттілермен немесе майлы тамақтармен срыв жасауыңыз мүмкін. Яғни дәл осы тағамдармен сіз артық тамақтанып қоюыңыз мүмкін. Жалпы дұрыс таңғы ас ішу бізге күні бойы күніміздің жақсы басталуына, жақсы өтуіне көмектеседі. Осыған назар аударыңыз. Сегізінші кеңес, сізге арықтау барысында жеуге болмайтын өнімдерді мейлінше үйде сақтамауға тырысыңыздар. Түсінем, бұны орындау қиын. Егер сіз жалғыз тұрмайтын болсаңыз, онда оны орындау қиын. Бірақ оның да шешімі бар. Яғни сізден де басқа үйде адамдар тұратын болса, онда оның шешімі, яғни сізге жеуге болмайтын өнімдерді бөтен жерге, яғни бөлек сөрелерге сақтауға болады. Яғни сіз көрмейтін жерлерге сақтауға болады. 9-шы кеңес, сіз жақсы көретін өнімдерді рационда қалдырыңыз. Міндетті түрде, егер сіз торт жақсы көресіз бе, онда тортты қалдырыңыз, немесе шоколад, онда шоколадты қалдырыңыз. Егер сіз тәттілерді бірден шектейтін болсаңыз, онда ағзаңыз түсінбей тағы да срыв жасауға, яғни артық тамақтануға алып келеді. Ең соңғысы 10-шы кеңес, өзіңізді жақсы көріңіз. Түсінеміз, барлығымыз адамыз, барлығымызда жаман эмоция, жаман көңіл күй болады, бізде барлығымызда мәселелер болады, яғни проблемалар болып жатады. Жаңағыдай сол проблемаларды шешудің мақсатында кей жағдайда біз артық тамақтанып қойып жатамыз. Ондай жағдайда да өзіңізді жақсы көруге, өзіңізді ұстауға тырысыңыз. Егер де сізде срыв болған жағдайда, яғни артық тамақтану болған жағдайда, онда терең тыныс алыңыз.
терең тыныс алып, әрі қарай күніңізді жалғастыра беріңіз. Есіңізге сақтаңыз, сіз жеке тұлғасыз, яғни дәл сіздей адам ол жалғыз, яғни сізден басқа дәл сіз сияқты адам жоқ. Және де сіз барлық жақсыға лайықтысыз. Қыздар, ақпараттар пайдалы болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де үнемі сырып жасап, арықтаймын деп, жаңағыдай арықтауды тастап кететін құрбыларыңыз болса, онда дәл осы видеоны құрбыларыңызға жіберіңіздер. Сіздермен болған мен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша үнемі пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын сіздермен.